Бастаған ісімізді қалай соңына дейін жеткізуге болады. Әдетте адамдар уақытын тиімді пайдалана алмағандықтан бастаған істерін кейінге қалдырып, немесе соңына жеткізе алмай жатады. Ал бүгінгі видеода тайм-менеджменттегі уақытты тиімді пайдалануға арналған танымал әдістермен бөлісетін боламыз. Ең алдымен каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Алғашқы әдіс құрбақана жеп қойыңыз деп аталады. Кейінге қалдыра беру әдетінен құтылу үшін әр күніңізді ең маңызды немесе қолайсыз деген тапсырмалар мен істерден бастаған жөн. Тайм-менеджментте кейінге қалдырып жүрген жағымсыз істерді бақалар деп атайды. Ол істер көп уақытты қажет етпеуі мүмкін, бірақ қандай да бір себептермен сіз оларды үнемі кейінге қалдырғыңыз келіп жүреді. Бақалар тым көп болған кезде олар бізден барлық энергияны өзіне тарта бастайды. Нәтижесінде біз өзімізді батпаққа батып кеткенде сезінеміз. Бұл дәрігерге бару, құжаттарды алу, мақала жазу сияқты кез келген нәрсе болуы мүмкін. Атақты сарапшы Брайан Трейси таңертең маңызды, бірақ аса жағымды емес шаруаны тындырсақ, біз өзімізді марапатқа лайық санаймыз, ал марапат біздің өмірімізді жаңа белестерге шығарады деп айтады. Осылай таңғы уақытта қиын әрі жағымсыз жұмыстарды істеп тастасаңыз, бұл сізге сол күнді өнімді өткізуге құлшыныс береді. Және күніңіздің басқа уақыттарын өзіңізге арнай аласыз. Себебі адамдар кешкі уақытқа қарағанда таңертең көбірек ерік-жігерге ие болады. Ал екінші әдіс пілді бөлшекте. Тайм-менеджментте ең қиын істерді пілдер деп атайды. Ал осы пілді бөлшектеу үшін қиын істерді бірнеше қарапайым бөліктерге бөлу керек. Әр бөлік оңай, әрі тез орындалатын істер болғаны жөн. Сосын оларды күнделікті жоспарға енгізіп, біртіндеп орындаңыз. Осылайша сіз уақытыңызды басқарып үйренесіз. Мысалы, ағылшын тілін меңгергіңіз келсе, таңертеңгі уақытта бір грамматика үйреніңіз. Түскі уақытта бірнеше сөз жаттаңыз, ал кешке ережелермен сөйлем құраңыз. Бірнеше уақыт өткен соң, ағылшын тілінен ойыңызды жеткізе алатын деңгейге қалай жеткеніңізді байқамай да қаласыз. Тізімдегі әр істі орындағанда өзіңізді марапаттап, мақтап отыруды ұмытпаңыз. Бұл сізге алдағы істерді жасауға үлкен мотивация береді. Бүгінгі видео пайдалы болды деген ойдамын. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет.